Сәлем құрметтім. Бүгін мен сіздерге асқабақтың дәнін қуыру жөнінде айтатын боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Алдымен менің каналыма тіркеліп, пікір жазып қоңыраушаны баса кетіңіз. Сіздің қолдауыңыз мен үшін өте маңызды. Қазір қыс мезгілі, асқабақтың хит сезоны, асқабақтан түрлі тағамдар жасаймыз. Соның дәнінде ерекше витаминдер толы. Дәнін қуырмай жесеңіз де, қуырып жесеңіз де болады. Міне осылай керек, өзіңізге қажетті дәнді алып аласыз. Ескеретін жағдай, мен бұл жерде бір айдан аса қойып қойғанмын. Яғни асқабақтан дәнін ажыратқаннан кейін бірден қуыруға болмайды. Себебі дәні сыртына жабысып қалады қуырған сәтте. Сондықтан күтесіз. Бір апта, 2 аптада негізі дайын болады. Жоғарыда айтқандай, өзіңізге қажетті дәндерді алып аласыз. Әсел пешке немесе жер үйде тұрсаңыз, кәдімгі пештің духовкасына пісіруге болады. 200 градуста 20 минутта қуырылып шығатын болады. Пешке салғаннан кейін бір 10-15 минуттан кейін қытырлақ дауыстары шыға бастайды. Оған қорықпаңыз, байқап тұрыңыз, қатты күйіп кетпесін. Осындай табаға саласыз. Табамыз құрғақ болу керек, естеріңізде болсын. Ішіне жайғастырып салып аласыз. Егер де дәніңіз көп болған жағдайда 2 бөліп қуырып алсаңыз да болады. Дәмі енді ерекше болады. Үй жағдайындағы шемішке десеңіз де болады. Балалық шақтың бал дәмі дегенге тура келеді. Себебі балалық шағымызда анашым осылай жасап беретін. Міне бізде 20 минут өтті. Осылай қуырылып шықты. Байқасаңыздар, сәл күйіңкіреді, бірақ қатты күймеді. Осылай дәндердің арасы жарылып шыққан, яғни бұл таза қуырылғанның белгісі. Осылай ашып балаларыңызға берсеңіз де болады. Өте керемет, бір жасағаннан шығады. Менің қыздарым өте сүйіп жейтін болғандықтан мен жиі жасаймын. Сіздерге де кеңес беремін жасап көруге. Достар, міне осылай дайын болып шықты. Кез келген уақытта шағып беруге болады. Құрметті достар, менің каналыма тіркеліп, пікір жазып қоңыраушаны баса кетіңіз. Сіздің қолдауыңыз мен үшін өте маңызды. Сіздің әрбір қолдауыңыз маған шабыт алып келетіні анық. Сау саламатта болыңыз.